Біздің елімізде кез келген адам министрлар сияқты жауап бере алады, ағайын. Келесі видеоны қараңыздар. Осы мәселеге қатысты мен комментарий бере алмаймын. Сания Тойкен талантты журналист. Біз біраз уақыт әріптес болдық. Ол кісінің жұмыстан шеттетілгені рас. Қалған мәселелер бойынша жауап қоғаммен байланыс бөлімінен аласыз. Қарға қарғаның көзін шұқымайды дейді атам қазақ. Бірақ мен дәл қазіргі сәтте шұқығым келіп тұр да. Себебі Сания Тойкенді мен дарынды журналист ретінде білем, және ол кісінің мақалаларын мен бірнеше рет оқығанмын. Ал мына сұрақтан қашып отырған сол Санияның бұрынғы жұмысы Азаттық радиосының басшылығы. Құрметті басшылық, сіздерде прям министрлар, депутаттар мен әншілер, актерлар құсап сұрақтан қаштыңыздар ғой. Осы сол адамдарға барып, ойбай, менің сұрағыма жауап бер, сен неге жауап бермейсің, мен неге басқа бөлімге бару керек дегенде мықтымыз ғой. Ал өзімізге келгенде неге бізде қашқалақтаймыз? Осы сұраққа жауап беріңіздер. Неге сіздер нақты қойылған сұраққа нақты жауап бере алмай отырсыздар? Әлде жаңағы министр, депутаттардың дүниесі сізге де өткен ба? Сіздер де осылай отырып сұрақтан қашып кетсем, халықтың алдында таза болам деп ойлайсыздар ма? Кішкене ойланайық, ағайын, кішкене ойланайық. Кім көрінгенге сене бермейік. Біразы негізі масканың артында жүр.